Тырнақ сынуының себептері мен шешімдері. Тырнақтың жиі сынуы денсаулықтың немесе күтімнің жеткіліксіздігінен болуы мүмкін. Мұндай жағдайдан арылу үшін оның себептерін анықтап, дұрыс күтім жасау керек. Тырнақ сынуының негізгі себептері: дұрыс тамақтанбау. Тырнақтың беріктігіне әсер ететін басты фактор ағзадағы қажетті дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі. Кальций, Д дәрумені, темір және биотин жетіспесе, тырнақ сынғыш келеді. Судың әсері. Тырнақтар ұзақ уақыт су мен химиялық заттардың әсерінде болса, әлсізденіп сынғыш болады. Жиі ыдыс жуу, тазалау жұмыстарында қолғап кимеу тырнақтың құрылымын бұзады. Күтім жеткіліксіздігі. Тырнақтарды дұрыс күтпеу немесе сапасыз косметикалық құралдарды пайдалану олардың сынуына себеп болуы мүмкін. Денсаулық мәселесі. Тырнақтың жиі сынуы кейде денсаулықтың маңызды мәселелерін көрсетеді. Қалқанша безінің бұзылыстары, қан аздық, қант диабеті болса. Шешу жолдары мынадай: дұрыс тамақтаныңыз. Сүт өнімдері, жаңғақтар, көкөністер, балық пен теңіз өнімдерін жиі тұтыныңыз. Екінші, сапалы күтім. Қолғап киіңіз. Қолға және тырнаққа арналған арнайы майлар мен кремдер жағыңыз. Сапалы лак қолдану. Дәрумендер қолдану. Егер тамақ арқылы қажетті заттарды ала алмасаңыз, дәрігердің ұсынысымен арнайы дәрумендер мен минералды кешендерді қолданыңыз. Енді тырнақ сынғыштығының қалай алдын аламыз? Тырнақты тым ұзын ұстамаңыз. Тырнаққа арналған арнайы қатайтқыш құралдарды қолданыңыз. Қатты суық немесе ыстықтан қорғаныңыз. Тырнақ денсаулықтың айнасы екенін ұмытпаңыз. Олардың күтіміне уақыт бөлсеңіз, әдемі әрі сау тырнақтарға қол жеткізесіз.